Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен дәл осы пиццаны 5 минутта оп-оңай жасалу жолымен бөлісетін боламын. Және де керек азық-түлік үйдегі бар заттармен жасасаңыз болады. Өте арзан заттар кетеді. Барлық керек заттарды описанияға жазып қалдырамын. Ең алдымен табамызға 2 жұмыртқаны жарамыз. Сосын 2 ас қасық майонез және де 3 ас қасық айранымызды құямыз. Айранды қаймақпен алмастырсаңыз да болады. Бәрін құйып болған соң бірдей массаға келгенше араластырып аласыз. Дәл осы видеодағыдай массаға кейіпке енуі қажет. Әбден араластырасыз. Арасында комочектар жүрмеуі қажет. Іртік болмауы қажет. Әбден араластырып болған соң 7 ас қасық ұнды саламыз. Кез келген ұнды сала бересіз. Үйіңізде бар ұнды қолдана бересіз. Және де дәл осы видеодағыдай шым раздражитель салдым. Бәрін салып болған соң біркелкі етіп араластырамыз. Дәл осындай болып араласу керек. Тым қою емес, тым сұйық емес, массаға енуі қажет. Араластырып қойып, бір шетке алып қоямыз массамызды. Ол уақыт аралығында табамызға кішкентай ғана май тамызып, осылай жағып шығамыз. Жағып болған соң қамырымызды саламыз. Егер де сіздің табаңыз антипригарный май құймаса да күймейтін таба болса, сіз онда май жақпай тікелей қамырды салып пісіре берсеңіз болады. Менде күйетін болғандықтан мына жерге кішкентай май тамызып жағып шықтым. Қамырымызды салып болған соң, осылай пиццаның көлеміне келтіріп, барынша біркелкі етіп жаюға тырысыңыз. Мен мына жерде қасықтағы қамырдың бәрін түсіріп, сылып, бәрін қолдануға тырыстым. Формаға келтіріп болған соң, бетіне кетчупты осылай тамызып, кистің көмегімен барлық жеріне тигізіп, жағуға тырысыңыз. Кетчупты жағып болған соң, бетіне заттарын қоямыз. Менде қызанақ, сосын сосиска және сулугуни сырын қолдандым. Сіз өз қалауыңыз бойынша қолдансаңыз болады. Колбаса, болгар бұрышын және кез келген сырды қолдансаңыз болады. Қандай сыр салсаңыз да ол беті күйіп кетпейді. Бірден осылай бәрін салып жібересіз. Сондай оп-оңай жасалатын пицца. Бәрін салып болған соң, дәл осындай баяу отқа қоясыз. Қапағын жауып, 5-6 минут көп болса пісіріп аласыз. Дәл осындай болып піседі. Бірден табада кесіп, тарелкаға орналастырсаңыз болады. Кішкене суытып алып кессеңіз, сізде түп-түзу болып кесілетін болады. Мен мына жерде ыстықтай кесіп жатырмын. Өте дәмді, таңғы асқа, перекусқа өте зор кететін пицца. Сондай оп-оңай жасалады. Үлкендер де, кішкентайлар да түк қалдырмай жеп қоятын болады. Пештегі пиццадан ешқандай айырмашылығы жоқ. Егер видео сізге пайдалы болған болса, лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыз.